Сәлеметсіздер ме? Құрметті тыңдармандар, біз бүгін латын әліпбиіне және жаңа емле ережелеріне арналған дәрістер циклымызды жалғастырамыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жаңа емледегі жаңалықтар, шет тілдік сөздердің емлесі деп аталады. Бұл дәрісте біз жаңа емле бойынша шет тілдік сөздер қандай принципке сүйеніп таңбаланды деген сұраққа жауап іздейміз. Дәрісімізді бастамас бұрын, осы сұраққа жауап іздемес бұрын алдымен өзіміз үшін шет тілдік сөз деген терминнің мағынасын ұғып алғанымыз абзал. Бүгінгі күнге дейін қазақ тілтануында кірме сөздер мен шет тілдік сөздер деген ұғымды шатастырып қолданушылық болды. Бірақ бұл терминдер тілдерде ажыратылып, екеуі екі түрлі ұғымдағы лексикалық қорға енген бірліктерді білдіретіні белгілі. Осы мәселе төңірегінде зерттеу жүргізген профессор Айман Алдашева шет тілдік сөздер деп біздің тіліміздің орфографиялық жүйесі бойынша кодификацияланбаған, түпнұсқа тілдің орфографиялық жүйесі бойынша кодификацияланған сөздерді айтамыз дейді. Ал кірме сөздер деп шет тілдік сөздің игерілген нұсқасын, яғни қазақ тілінің орфографиялық нормасы бойынша таңбаланатын нұсқасын айтамыз, түрлерін айтамыз дейді. Мысалы, тәрелке, бәтеңке, резеңке, костюм, кепкі, мәйкі, режим, мәшине деген орыс тілі арқылы енген шет тілдік сөздері қазақ жазуында дыбысталуы бойынша игеріліп таңбаланады, яғни фонетикалық принциппен жазылады. Бұл сөздерді біз кірме сөздер деп айтуымызға әбден болады. Алайда Конституция, республика, университет, институт, кафе, цирк деген сияқты сөздер орыс тілінің орфографиялық ережесі бойынша жазылады. Сондықтан олар осының алдында мысалға келтірген сөздердің қатарында тұра алмайды. Олардың ерекшелігі айқын көрінеді. Міне біз сондықтан жаңа емле ережелерінде шет тілдік сөздер деген терминді қолдандық. Себебі біз кирилл графикасында игерілмеген сөздердің таңбалануы туралы сөз қозғаймыз. Кірме сөздердің таңбалануы кирилл әліпбиінде анықталып қойған, олар негізінен фонетикалық принципке арқа сүйейді. Енді осы шет тілдік деп отырған сөздер жаңа әліпби бойынша қалай жазылады дегенде, емлешілердің ұстанған басты принципі қазіргі жазарманның тілдік санасына сүйену. Ал қазіргі қазақ тілді жазарманның тілдік санасы қандай? Оның ішінде жазуға қатысты оның жазу санасы қандай дегенде, әрине кирилл таңбалы жазуға әбден байланған сана. Біз бұны ескермей емле ережелерін құра алмаймыз. Бірақ біз бұны ескереміз деп, болашақта латын әліпбиін қолданатын жазарманның санасындағы құбылыстарды ұмытпауымыз керек. Міне сондықтан да шет тілдік сөздерді игеруде жалаң фонетикалық әдісті ғана ұстанып кету қиынға соғады. Сол сияқты тек қана түпнұсқа принциппен ол сөздерді игеруде наразылық тудырады, жұртшылықтың қабылдануына қиын болады. Енді осы тұрғыда біз екі принциптің теңгерімін сақтауды негізге алдық. Біз деп отырғанымыз емлеші мамандар. Яғни түпнұсқа принцип пен фонетикалық принциптің теңгерімі шет тілдік сөздердің жазылуына негіз болды.
түпнұсқа принцип бойынша шет тілдік сөздердің дауыссыз дыбыстары мейлінше өзгертілмей жазылды. Ал фонетикалық принцип бойынша шет тілдік сөздердің дауысты дыбыстары өзгеріске ұшырады. Неліктен түпнұсқа принцип дауыссыз дыбыстарға қатысты қолданылды? Олай болатын себебі сөздің қаңқасы, оның басқа сөздерден айырмасын көрсететін дыбыстар дауыссыз дыбыстар екен. Мысалы, көбелек деген сөздегі барлық дауыстыларды таңбаламай жазатын болсақ, к, б, л, к деген дауыссыз дыбыстардың тіркесімінен осы сөздің толық нұсқасын қалпына келтіріп алу әлде қайда оңай. Егер керісінше осы көбелек деген сөздегі тек қана дауысты дыбыстарды жазып, дауыссыздарды таңбаламайтын болсақ, ө, е деген дыбыс тіркесінен сөздің тұрқын қайта қалпына келтіріп алу мүлде мүмкін емес. Сондықтан түпнұсқа принципке сүйене отырып, дауыссыз дыбыстарды мейлінше өзгертпеуге тырыстық. Бірақ бұлай деген сөз барлық шет тілдік сөздердің құрамындағы дауыссыздар өзгеріссіз таңбаланды дегенді білдірмейді. Егер шет тілдік сөздер біздің жазба мәтінімізде кирилл графикалы жазудың өзінде игеріліп қолданылатын болса, біз осы сөздерді латын жазуында фонетикалық принциппен таңбаладық. Мәселен, орыс орфографиялық ережесі бойынша WhatsApp, Википедия деп жазылатын сөздердегі В дауыссыз дыбысын таңбалайтын әріпті біздер қазіргі игерілген нұсқасы бойынша WhatsApp, Википедия түрінде алдық. Бұл қазақ тілінде В-ның игерілген сөздерінің қатарын көбейтіп тұр. Мысалы, Еуропа деген сөзде В осылай У түрінде игерілген. Ал дауысты дыбыстарды негізінен фонетикалық принцип бойынша жазуды басшылыққа алдық. Сонда бұл екі принциптің теңгерімі қазіргі шет тілдік сөздердің латын жазуында көзге бірден таныла кетуіне мүмкіндік беріп отыр. Сонымен бірге олардың дыбысталуын ұлттық орфоэпиялық нормаға сәйкестендіруге жол ашып отыр. Мысалы, ведомость деген орыстың сөзі жаңа емле ережелері бойынша ведомость болып жазылатын, таңбаланатын болды. Мұндағы В, Д, М, С дауыссыз дыбыстарының сақталуы осы сөздің мәтін ішінде бірден көз шалымға таныла кетуіне, қармап оқуға мүмкіндік жасап тұр. Ал дауысты дыбыстарының игеріліп қазақи айтылымға сәйкес жіңішке және қысаң нұсқада, бірінші буыннан кейінгі екінші буында қысаң нұсқадағы дыбыстармен берілуі, бұл біздің орфоэпиялық нормамызға сәйкес келіп тұр және болашақ латынды қолданатын қазақ ұрпағының ауызша сөзіне кері әсерін тигізбейді. Яғни қазақша дұрыс сөйлеу нормаларының қалыптасуына жазудың өзі де септігін тигізіп отырады деген сөз. Жалпы, тілдегі шет тілдік сөздердің жазуда игерілуі өте күрделі процесс. Алайда, күрделі болғанына қарамастан, бұл механизмдер барлық саламатты тілдерде жұмыс жасап тұрады.
барлық озық саламатты тілдерде шет тілінен енген сөздер міндетті түрде сол тілдің заңдылығына сәйкес өзгертіліп жазылады. Сондықтан біз осы озық тәжірибені латын әліпбиіндегі жаңа жазуымызда қолдандық. Шет тілдік сөздер тілдік санада өзім және өзге концептісінің бірліктері ретінде топтасады екен. Біз айтқан игеріліп жазылатын сөздер әдетте негізінен өзім концептісінің элементтері болып саналады. Себебі олар сол тілдің төл заңдылықтарына сәйкес дыбысталып, төл заңдылықтарына сәйкес жазуда таңбаланады. Ал өзге концептісін құрайтын бірліктер көбінесе игерілмеген сөздер, яғни түпнұсқа түрде жазылатын сөздер. Олар өзінің өзгелік бет бейнесін жазуда сақтап тұру арқылы төл тілдегі мәтіндердің ішінде бірден көзге шалдығады. Және мұндай сөздердің көбеюі ұлттық сананың дамуына, тілдің өзінің ұлттық ерекшеліктерін сақтауына кедергі келтіреді екен. Міне сондықтан, егер біз жаңа емле бойынша шет тілдік сөздерді игеріп жазатын болсақ, өзге концептісіндегі көп элементтер, тіпті олардың басым бөлігі өзім концептісін құрайтын элементтер қатарына өтеді. Ал бұл деген сөз жазудың ұлттық сипат алуының бірінші белгісі. Енді осы тұста жаңа емлемен жазылатын сөздердің дауысты дыбыстарының таңбасына ерекше тоқтала кетейік. Мысалы, жіңішкелік белгісі тұрған буында дауысты дыбыс жіңішке дауыстының таңбасымен беріледі деген ереже бар. Мысалы, альбом деген сөзді жаңа емле ережесі бойынша латынмен әлбом деп жазамыз. Яғни, бірінші буында жіңішке дауыстының таңбасын әрпін жазамыз, екінші буында жуан дауыстының таңбасын әрпін жазамыз. Осыған байланысты емле ережелерін сараптаған мамандар мынадай ескертпе айтты. Неліктен дауысты дыбыстарды толықтай игеріп, жіңішке нұсқада жазбасқа? Осы сөзде алғашқы да соңғы да буындағы дауысты дыбыстың таңбасы жіңішке дауыстыны білдіретін графема болу керек деген ұсыныстар болды. Бұл мәселеге қатысты мынандай негізгі білімдерді ескеруіміз керек. Қазақ тілінде шет тілінен енген сөздер кирилл әліпбиінде де игеріліп жазылған. Бірақ олардың дені түпнұсқа принципке сүйеніп беріледі. Мысалы, қазір, қадір деген сөздің екінші буынындағы таңбасы ешқандай фонеманы таңбалап тұрған жоқ. Себебі ол жерде түпнұсқа тілде фонема жоқ. Бірақ қазақ тілінде қазақ тілінде сөздер толық буыннан құралатын заңдылығы ескеріліп, бұл жерде қыстырынды және дыбыстары таңбаланған. Және бұл дыбыстар алдыңғы буынмен сингармонизм заңына сәйкес үйлеспейді. Мысалы, қазір дегенде алдыңғы буында жуан дауысты дыбыстың таңбасы, екінші буында жіңішке дауысты дыбыстың таңбасы тұр. Осы сияқты күнә, сірә деген сөздер бар. Бұл сөздердің екінші буынындағы таңба
жіңішке болғанымен оларға жалғанатын қосымшада, мысалы күнә деген сөзге жалғанған лар қосымшасындағы графема жуан дауысты дыбыстың таңбасы болып табылады. Бұның барлығы нені көрсетеді? Бұның барлығы шет тілінен енген сөздерді жазуда біз толықтай фонетикалық принципке сүйенбейтінімізді білдіреді. Бұлардың барлығы шет тілінен енген сөздердің жазудағы көрсеткіші ретінде қызмет атқарады. Дегенмен де бұл сөздердегі алғашқы буындағы жуан графеманы таңбалайтын, жуан дауыстыны таңбалайтын графема, соңғы буындағы жіңішке дауыстыны таңбалайтын графема бұлардың орфоэпиясын көрсетпейді. Орфоэпияда бұл сөздер бірыңғай не жуан сингарма тембрмен, не жіңішке сингарма тембрмен айтылады. Мысалы, сол қазір деген сөзді, сол күнәлар деген сөздің фонетикалық транскрипциясын жасайтын болсақ, олардың буынындағы әрбір дауысты дыбыс жіңішке болып беріледі. Бірақ күнәлар деген сөздегі соңына қарай жақындаған дауыстылар неғұрлым жуандай береді. Мысалы, күнәләрдағыдай десек, екінші буындағы толық жіңішке болады. Лардың құрамындағы дыбысы жуан мен жіңішкенің ортасындағы болады. Дағы дегендегі даның құрамындағы дыбысы жуанға жақындау болады да, соңында тіпті жуандап кетеді. Ал қазір дегенде соңғы жіңішке дыбыс алдыңғы жуан фонеманы да жіңішкертіп тұр. Сөйтіп, қының өзі де жіңішке реңкпен қазір түрінде айтылады. Дәл солай барлық шет тілінен енген сөздерді талдауға болады. Мысалы, мұғалім, кітап деген сөздердің барлығы да орфоэпияда жіңішке сингарма тембрмен айтылады. Бірақ жазғанда мұғалім сөзінде біз алғашқы буынды жуан дауысты дыбыстың таңбасымен береміз. Бұл оның түпнұсқа тілдегі образына, графикалық бейнесіне сәйкес келеді. Ал кітап деген сөзде екінші буындағы айтылымда жіңішке болып табылатын дыбысты біз жуан дыбыстың таңбасымен, яғни мен береміз. Бұл жерде оның себебі санада бұл дыбыс бәрібірде жуан фонемасы болғандығында. Оны қалай тексереміз? Алдыңғы дәрістерімізде айтқандай, оны барыс септігінде түрлендіріп көру керек. Мысалы, кітапқа дегенде міндетті түрде барыс септігінің жалғауы бұл сөзге жуан жалғанады. Демек, екінші буында айтылымы жіңішке болғанмен санадағы дыбыс фонемасы таңбаланып тұр. Ал қазіргі латын әліпбиіндегі орыс тілі арқылы игерілген шет тілдік сөздердің емлесін байқасаңыздар, тура осы араб тілінен енген сөздердің нұсқасына ұқсас таңбаланады. Мысалы, сол альбом деген сөздің алғашқы буыны жіңішке, соңғы буыны жуан дауысты дыбыспен беріледі. Бұл бір жағынан графикада сөздің кірме сөз екенінің маркері болып табылады. Осы туралы профессор Нұргелді Уәлиев те өзінің зерттеуінде айтқан болатын. Кірме сөздер қазақ жазуында ерекше маркерленіп тұрады. Осындай маркердің қызметін бей үндестік атқарады екен. Яғни, алғашқы буында жуан дыбысты таңбалайтын әріпті, соңғы буында жіңішке дыбысты таңбалайтын әріпті немесе керісінше көрсету бұл сөздің шет тілдік сөз екендігінің белгісі. Бірақ бір мықтылап ескеретін жағдай, осы сөздердің барлығының орфоэпиясы қазақ тілінің заңдылығына сәйкес не толық жуан сингарма тембрмен, не толық жіңішке сингарма тембрмен беріледі.
Ал дыбысы соңғы буында естілетін сөздерде жіңішке сингармотембр сөздің соңына қарай бірден емес, күрт емес, бірте әр буынға өткен сайын күшейіп, жуандап отырады. Бұл да қазақ сингармонизмінің ерекшелігін көрсетеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі дәрісте кездескенше сау саламат болыңыздар.